Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз атымызда ипі бар ма жоқ па сол туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Олай болса каналға жазылып, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды сұраймын. Әуелі біз бірінші Google браузеріне кіреміз. Google браузеріндегі іздеу жүйесіне kkd.gov.kz не болмаса салық кабинеті деп жазсаңыз да болады. Соның ішінде бізде жаңа яғни төмен қарай жүретін болсақ, налогоплательщик дейді орысша, қазақша салық төлеуші деген жерде басатын боламыз. Сөйткен кезде бізде жаңадан салық кабинеті, яғни жаңартылған салық кабинетіне өтетін боламыз. Сол жерде біз жеке кәсіпкер не болмаса индивидуальный предприниматель дегенді таңдайтын боламыз да, төмен жақта біз атымызда қалай тіркеледі ипаны, соны аты жөнін жазатын боламыз. Яғни мен ипі бақыт деп жазып көрем, қазір бар ма жоқ па қарайтын боламыз. Содан кейін төмен жақтағы яғни іздеу жүйесін басамыз. Сол кезде бізге яғни біздің атымызда ипі бар ма жоқ па сол туралы ақпарат шығатын болады. Яғни менде бұрын болды 20-шы жылы и 24 жылы мен жауып тастаптым. Сонда менің атымда ешқандай ипі жоқ. Міне өстіп сіздер өздеріңіздің аттарыңызда ипі бар не жоқ екенін осы сайттан білулеріңізге болады. Олай болса бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.